отырғанымызда жалпы балалар біздің мектебімізде қандай әлеуметтік жатыр? Сол іс-шара барысында және жоспарға сәйкес сіздер осындай ашық сабақ жүрді. Тақырыбымыз заңды білу, өз құқығыңды қорғау. Жалпы балалар, заң дегеніміз не? Кім қалай түсінеді? Ал заң туралы өз ойларыңызды айтыңыздар. Құқық дегеніміз не? Құқық дегеніміз әр адамның өзінің құқығы. Иә, ал сенің құқығың қандай? Сен кімсің? Мен оқушысың, иә? Оқушының құқығы қандай? аты жөнім болғанына құқылым. Иә, жақсы. Тағы да құқықпен қатар бала мектеп жаста балаларда не жүреді? Әрбір балада міндеті қатар жүреді, иә? Яғни бізде сыныпта бұл осы айлық барысында айтылған оқушының міндеті және баланың міндеттері мен құқықтары бар. Өзім мен азаматтық алуға құқықтарым бар, иә? Және қамқорлыққа, дәрігерлік көмек алуға, білім алуға, ақпарат алуға, тағы да басқа құқықтарым бар. Ал міндеті, білім алу міндеттісіңдер, тәртіп сақтау міндетті, еңбекке баулуға міндеттісіңдер, азаматтық жауапкершілік ол әрбір азаматтың несі міндеті екен. Міндетті сақтайтын негізгі құрал екен, жаңа Айсұлтан Айтбек Нұрсұлтан сөзім айтты. Ол біздің өмірімізді реттейді, құқықтарымызды қорғайды және міндеттерімізді белгілейді. Яғни жаңа құқығымызды айттық қой, сол бәрін реттеп отыратын екен, міндет пен құқықты реттеп отыратын заң екен. Заңсыз қоғам не болады? Тәртіпсіздікке ұшырайды. Ал қоғам дегеніміз не? Қоғам дегеніміз халық. Заң бұл біздің ортақ ойын ережелеріміз, оларды білу және сақтау әрқайсымыздың қолының арқасында. Ендеше сіздерге осы үш партаға осындай үш жағдаяттық тақырыптар тақырыбымыз қандай? Көшеге қоқыс тастау. Егер біз көшеге қоқыс тастайтын болсақ, біздің табиғатымыз ластанады және экологияны біз құртамыз және оны жинайтын біздің адамымыздан үлкен адамдар. Тағы да екінші. Мектептің мүлкін әдейі білдіру. Ол негізінде мектепте арнайы мүлкілерді білдірсек, біздің тәрбиесіздігіміз және ата-анамыздың тәрбие бергені барлығын өзіміз көрсетеді бала. Содан мектептің мүлкін білдірсек, біздің мектебіміздің тәрбиесіз мектеп болып қалады және де деңгейі түсіп қалады. Ал мектептің мүлкіне не жатады? Мектептің мүлкіне компьютерлер және де қалтамыз, мектепте кіргеннен бастап қандай заттар тұр, соның бәрі мектептің мүлкі. Сондықтан оны біз өзіміз керісінен істеуіміз керек, сақтауымыз керек. Сіздердің тақырыптарыңыз? Өзге адамның жеке затына рұқсат істеу. Біз басқа адамның затына алсақ, ол адамнан біз сұрап алуымыз керек. Ол адамның өзінің жеке меншік заты. Бұл жерде не бұзылады? Құқықтық шара қолданылуы мүмкін балаға, егер дәлелденсе. Келесі мына көрініске назар аударайық. Тәртіп бұзылды, құқық пен міндет орындалмады, соның нәтижесінде Қазақстан Республикасының құқық бұзушылық туралы кодексінің 434 бабының 1 бөлімінде осындай, яғни бұзақылық, яғни қоғамдағы орынды ластау, қоғамдық тәртіпті және жеке тұлғалар тыныштығын бұзатын басқа да осындай әрекеттер үшін 12.025 теңге көлемінде айыппұл төленеді екен. Яғни бұл біздің негізгі заңымыз, елімізді басқарудың іргетасы.
яғни білім алу құқығы, қорғалу құқығы және пікір білдіру құқығымыз бар екен. Нақты оқиға осы жерде қысқаша айтып өтейік. 16 жастағы Айжан әлеуметтік желіде зорлық-зомбылыққа ұшырады. Ал ата-анасы заң қорғау органдарына жүгінгенде кибербуллинг туралы заң оның құқықтарын қорғауға көмектесті. Қылмыскер жауапкершілікке тартылды, ал Айжан психологиялық көмек алды. Бұл жерде баланың несі құқығы не істеді? Қорғалды, иә. Алдында әлеуметтік желіде зорлық-зомбылық көрсетілді, кейіннен осындай заңды білмегендер ол, иә. Білмесе ол одан сайын не істеуі мүмкін, өрши беруі мүмкін, басқа да жағдайға ұшырап, соңында әлімжетті көруі мүмкін. Сондықтан тақырыбымызға сай әркім өзінің заңды, құқықты, міндетті дұрыс ажырата білсек қана осындай тез арада дереу не істей аламыз, өзімізді құқығымызды қорғай алады екенбіз. Құқықтық сауаттылықпен, яғни сауаттылық дегеніміз өзіміздің сауатты болуымыздың маңызы неде? Не істей аламыз? Білім беру мектептерде құқықтық сабақтар мен тәрбие сағаттары өткізіліп жатыр, иә. Және практикада өмірде нақты жағдайлар талдау арқылы заңды түсініп жатырмыз. Оны өмірде де, видеода да көрсетіліп жатыр үнемі. Және күнделікті өмірде алған білімімізді біз не істей алуымыз керек? Пайдалануымыз керек салада. Ендеше, енді заңды құрметтесек, болашақта не болады? Болашақта 92% азаматтар заңға сенімділігі жоғары елдерде өмір сапасы жақсарады екен, егер заңды құрметтеп, дұрыс орындасақ заңды. Және 3x дегенімізде 3 есе жылдамдықта құқықтық мәдениет дамыған елдер экономикада тезірек өседі екен. Экономикамыз дегеніміз ол тезірек не алады, жағдайымыз жақсарады екен. Және 65% не төмендейді екен, заңды білетін жасөспірімдер арасында құқық бұзушылық не істейді екен? Азаяды екен. Сонда заңды құрметтей және оны білуіміз қажет екен. Ендеше жалпы заң қоғамда өмір сүру үшін ортақ ережелер болса, тәртіп осы ережелерді орындау мәдениеті болып есептеледі. Мысалы, жол қозғалыс ережелері, мектеп ішіндегі тәртіп ережелері, адамның құқығы мен міндеттері бұның барлығы неге жатады? Заң мен тәртіп аясында атқарылатын іс-шаралар екен. Ал ендеше бүгін жарақаттың қандай түрлерін білесіздер? Қандай жарақаттың түрлерін білесіздер? Машинаны Көлік қағу, тағы шалынып құлау, құлау, суға бату, қолда жарақаттың түрі, күйіп қалу, бәрін сақтау үшін біз нені білуіміз керек? Арнайы ережелерді, қауіпсіздік ережелерін білуіміз керек. Ал жол қауіпсіздік ережелері кезінде жарақаттанудың мынандай түрлерге бөлінеді екен. Өндірісте, көлікте, көшеде жарақаттану, әскери қызметшілердің соғыс кезіндегі және бейбіт кездегі жарақаттары болып табылатын әскери жарақаттану және спортпен айналысқан кездегі спорт жарақаттар екен. Енді мына жерге бір екі түрін ғана көрсеттім сіздерге. Сіздер қандай көмек көрсете аласыздар? Бұл алдыңғы сабақтарда сіздерді айтылған. Мысалы, күн өту және суға кету. Ал өздеріңіз ойыңызда суға кету дегенімізде ол біз суға денеміз мұздай болып тұрсақ, біз суға түсіп, біздің сіңіріміз тартып мұздай дене ма? Денеміз? Бірден суға түсек, не болады? Және оларды сақтау жолдары болады. Егер аяғымыз тартылып қалса, қолымызды аяғымызбен қатты тартып, аяғымыз тартылысы қандай сондай адамға қалай көмек бересіз? Суда егер олай шашынан тартамыз. Киімнен тартуға бола ма? Киімі суда батып кетеді ба? Киімі шешіліп қалады. Тек қана шашынан ұстайды екенбіз. Ал осы жерде суға кету тыныс алу жолдары сұйықтыққа толып қалады, иә, суға батқан кезде, немесе сұйықтық массасынан туады. Суға кету белгілері аузынан көбік ату, тыныс алу және жүрек қызметінің тоқтауы, тері бетінің көгеруі және қарашықтың ұлғаюы болып табылады екен. Осы жерде қандай алғашқы көмек көрсету керек? Ауыз қуыстарын тазалау керек, зардап шегушіні ішімен құтқарушының санына жатқызу керек, зардап шегушінің басы жерге салбырап тұру үшін жігерімен, арқасымен, кеудесінен басып және өкпе мен асқазандағы суды шығару қажет екен. Ал күн өткен жағдайда? күн өткен кезде
күн өту болса, онда оған бірінші суық су керек болады. Салқын су, иә? Бірден суық су ма, салқын су? Иә, салқын су. Және де оған су көлеңке жаққа бару керек. Көлеңке жерге бару. Жақсы. Яғни күн өту, күн көзінің басынан өтіп кету нәтижесіндегі организмнің ауыр, сырқаулы күйі. Зардап шегушіде жүрек айнушылық болады екен, лоқсиды, мұрнынан қан кетеді, көзінің көруі бұзылады екен, тыныс алу және тамырдың жиі соғуы, ессіз қалыптағы жағдайдағы оқиғалар да байқалады. Тыныс алу және жүрек қызметі тоқтауы байқалады екен. Ал ондай жағдайда зардап шегушінің салқын бөлмеге немесе көлеңкеге әкеліп, үстіндегі киімдерін шешіп, жүрек аумағына және де басқа ашық жерлеріне жаңағы күн өту кезіндегі алғашқы көмегі салқын сумен. Ал күн өту салқын болу үшін әсіресе түстен кейін шілде уақытында күннің астында көп жүрсек, жаңағыдай әрекеттер бізде бойымызда өтеді да, ең сонда ол өлімге де әкелуі мүмкін деген. Жаңағы тізені бүгіп дегеніміз міне, иә? Яғни іштегі су не болу керек, төгілу керек. Және бұл не балалар? Бұл көмек көрсете берсе, әлде жаңағы жедел жәрдем келгенше көмек бар? Жоқ. Осымен жазылып кетеді, болды деп жүре беруге бар дейміз ба? Жоқ. Бұл алғашқы көмек, иә? Алғашқы дегеніміз дереу арада жаңағы алғашқы көмек қажет ететін органдар келгенше. Яғни бұндай жағдайда біз кімге хабарласамыз? Сосын және 102. Яғни ондай жағдайда біз 112-ге хабарласуымыз керек. 103-ге, иә? Жаңағы неге байланысты? Күн өту, күйеуге барда әрбір жарақаттың түрлерінің жаңағы деңгейі бірінші, екінші, үшінші деңгейде жарақаттар болады екен. Жақсы балалар, ендеше бүгінгі сабағымызда қауіпсіздік сабағымыздың тақырыбы халықаралық көмек көрсету белгілері. Енді оны оқымас бұрын бірінші мынау бейнеге көшеде біреу сатысып жатыр. Туған келе аласыздар ма? Бұл халықаралық көмек қажет деген белгі. Оны бүкіл әлемдік пандемия кезінде Канадалық әйелдер қоры ойлап тапқан. Еліміздің құқық қорғау органдары да осы дабылды ескеріп шара қолданады. Қандай да бір адамға көмек керек болатын болса, зорлық-зомбылыққа ұшырап немесе соның құрбаны болып жүрген адам осы жест арқылы көмек ала алады. Ал тұрғындар қажет кезде көмекке қалай шақыру керектігін біле ме? Өздерінен сұрайық. Құтқар деген белгі ойыншыңыз қызым. Маған көмек қажет. Білмеймін. Что-то говорим. Қазір айтамын. Полицияға звондама, бірдеме белгі ғой оны. Жақсы сау болайын. Помогите деген белгі. Адамды бізге алып баратын адам ол алып баратында белгі. Полицияда көрсететін, ішкі көрсететін. Сауалнамаға қатысқандардың дені мұны біледі екен. Зорлық-зомбылық құрбаны болған әйел осы белгіні көрсетсе, немесе 102-ге халықаралық көмек көрсету. Халықаралық дегенімізде Барлық шетелге шықтыңдар, біздің тілімізді түсінбейді басқа мемлекет. Қалай көмек көрсетеміз? Сол халықаралық белгілерді қолдану арқылы соларға түсіндіруге тырысатынмын. Мысалы, қазір көріп отырып па, бұрыннан білеміз бе? Соғыс деген не? Қоңырау шалса, полиция арыз күтпей-ақ іс қозғайды. Жедел басқару орталығының операторы сіздің тұрған жеріңізді, мекен-жайыңызды автоматты түрде анықтайды. Тек егер сіз көп қабатты үйде болатын болсаңыз, онда пәтердің санын айтып үлгеруіңіз керек. Бұл жерде басқа мемлекетте емес, өзіміздің мемлекетте көшеде кетіп бара жатқан жағдайда ол мүмкін жаңағыдай басқа ұлттың өкілі өтіп бара жатуы мүмкін, иә. Сол кезде сен жаңағы әлімжетті көрсетіп жатқан адамнан қолын байқамайтындай етіп, осы белгіні көрсетсең, ол адам тезірек неге хабарласады? 102, 112 полиция бөлімшесіне хабарласып үлгеру керек. Ал егер үйде зорлық-зомбылық көрсең, жаңағы 102, 112-ге хабарласқан кезде, сен бірдеңен байбалам салмай естеу керек. Нені айтып үлгеру керек? Бірінші, үйді мекен-жай нақты айтып көріп, өйткені сендердің мекен-жайың толық анық болмаса, іздеп жүріп қалғанда не өтіп кетеді? Сол жағынан не болу керек?
немесе 5-6 секундтың ішінде болып жатқан жағдайды бейнебайланған арқылы көрсетсе, сол жеткілікті, бірден наряд келеді. Бір қуантарлығы қазір жазадан жалтару азая бастаған. Осы жылдың 2-ші тоқсанында әйеліне әлімжеттік көрсеткен 7000 азамат жауапқа тартылса, 3-ші тоқсанда олардың саны 27000-ға жеткен. Ал оған дейінгі 6 айда қыз-келіншектердің арыз жазбауына байланысты істің 60% тоқтатылыпты. Ал 60 000 азаматтың мәселесі әкімшілік сотта қаралса, 74 000 отбасыға қорғау нұсқамасы шығарылған. Арнайы белгіден бөлек қазір полицияға бейнеқоңырау арқылы хабарласуға болады. Ол үшін ұялы телефонға арнайы қосымшаны жүктеу жеткілікті. Содан кейін тәртіп сақшыларына бейнеқоңырау шалып, аудио хабарлама мен сурет жібере аласыз. Мұндағы ешбір хабарлама жауапсыз қалмайды. Ал осы жерде айтқандарда ешбір хабарлама жауапсыз қалмайды. Сіз ойнадыңыз, телефонды басып көрдіңіз, жаңа сос деген бағдарламаны сөйтіп звондадыңыз да, осыны тексеріп көріш, шын екен өтірік екен деп бастыңыз. Өтірік хабарлама жаздыңыз, не болады? Ол Жауапқа тартылады. Себебі олар жедел неғылады, штаб-қорлық, жаңағыдай барлығы қағазға түскеннен кейін не болады? Ары қарай әрекетке көшетін болғандықтан сіздерге жауапқа әкімшілік жауапқа тартылуға сондықтан ойнап істедім, мен досыма көрсетейін деп едім деп балалық жасауға болмайды. Ол өте Әбілқайыр хан желтоқсан көшелерінің қиылысында Ал әлемнің кейбір елдерінде жәбірленушілер мейрамханаларда мынадай көмек сұрау әдісін қолданады екен. Мұны клиент мәзірген белгілі бір затқа тапсырыс беру арқылы официантқа полиция шақырудың өзінше сигналын береді. Осылайша қауіпті жағдайдан алдын алуына бұл әдіс өте үлкен септігін тигізуі мүмкін. Мекеме қызметкерлерінен қалай көмек сұрауға болатыны туралы ақпарат жазылған арнайы тақтайша әдетте әйелдер бөлмесінде орналасады. Егер соны алдын ала оған таныс алады. Мен мұндай тәсілді біздің елдің ресторан кафелеріне енгізу деп есептеймін. Дүние жүзінде көмек сұраудың түрлі тәсілі бар. Мысалы, Италияда тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандары полицияға хабарласып пицца тапсырыс береді. Осылайша араша сұрай алады. Ал Америкадағы кейбір кафелерде Анджелинаны шақырыңызшы құпия сөз арқылы араша. көрдік па балалар? Яғни әр елде белгілі бір не бар екен? Құпия сөз арқылы. Жаңа пицца тапсырыс беремін десе, ол неге? Шақырыңыз десе, ол жерде не болып жатқанын көмек қажет екендігі белгісі солай болмасылай және қалған төртеуін жабамыз. Сонда бұл зорлық-зомбылыққа ұшыраған немесе олардың өміріне қауіп төндіріп тұрған кезде осыны есте сақтауымыз қажет екен. Негізгі белгілер мен құтқарымдар ең алдымен тұрмыстық зорлық-зомбылық немесе қауіп кезінде қолданылады. Жаңа видеода көрсетілді, жалпылама көпшіліктің арасында сұрағанда көбісі біліп жатқан жоқ, мынаны сау болыңыз деп айтып жатыр. Солай түсінік қалыптасқан. Және не деп жатыр тағы да? Әртүрлі көбісі білмейді екен осы халықаралық белгілерді. Яғни көмек сұрау қимылын білу өте маңызды екен. Ол үшін алақанды жайып, бас бармақты ішке бүгіп, қалған төрт саусақпен жабады. Егер далада адасып немесе апатқа ұшырасаңыз, жерге үлкен ненің топырақтың бетіне немесе қар болса қардың бетіне сос немесе X деген белгіні салса, ұшақтарға сигнал береді екенбіз. Ал егер де түнде жарықпен немесе айнамен түнде болса, ондай жағдай мысалы адасып қалсаңыз, болмаса сізге не беріп жатса, жаңағыдай біреу қорқытып жатса, сіз жарықпен немесе айнамен, әсіресе біз айтамыз, саяхатқа шыққанда қажетті заттар деп ең маңызды жаңа айнаны да айтамыз, сол іште бар. Сол кезде айнамен жаңа айға, егер күн болса, күндіз болса, күнге шағылыстыруымыз керек екен. 3 рет қысқа жарық, 3 рет ұзын жарық беруіміз керек екен. Бұл халықаралық көмек сұрау коды болып табылады екен. Ал егер де тауда немесе орманда айқайлау мүмкін емес қой, ешкім естімейді. Ондай жағдайда ысқырықпен 3 рет қысқа ысқыру керек екен. Сонда ол кезде егер жақын маңда адам болса, бізге көмек көрсете алады екен. Ендеше осы сіздер түсінікті ма? Жалпы аспанға сигнал беру үшін жерге сос немесе X деп аспанда ұшақтарға белгі бере аламыз, жаңағыдай қауіп төніп жатса, немесе тауда орманда болып жатса ысқырық, ал егер де тегіс жерде түнде күндіз болса, айнамен шағылыстыру арқылы, жарық түсіру арқылы белгі береді. Көмек сигналын көрсетеміз. Келесі, апат болған жерде тастардан үлкен О әрпін құрастырамыз. Апат болған жерде біз не істемеуіміз керек? Жүрмеуіміз керек оға дейін. Түнде жарық беретін құрамын 3 рет қайталап белгі беру. Орман
Жақсы. Жерге ұшақтар көретін етіп үлкен сос белгісін жазу. Білуіміз керек. Есте сақтайтын жағдай, бұл белгілерді тек шынайы қауіп төнгенде ғана қолдану керек. Ойнап көрсетуге мүлдем болмайды. Екі бала коридорда ойнап күресіп жатып біреуге белгі берсек, ол жерде қаншама адамның уақытын алыңыздар, қаншама адамның жүйкесіне де әсер етеді. Егер сен біреудің осындай белгі көрсетіп тұрғанын көрсең, қорықпай бірден полицияға 102 немесе құтқару қызметі 112-ге не істеуіміз керек? Хабарласуымыз керек. Түсінікті ма? Жабыса алыңыз.